Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай өте қарапайым, ең оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз және де арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мінекей осындай үлпілдек өте керемет болып көтеріліп шығатын болады. Алдымен ыдысымызға 3 дана жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамыздың құр өзін миксерлеп алатын боламыз. Мінекей біздің жұмыртқалы массамыздың көлемі ұлғайды. Одан соң үстінен біздің қантты салатын боламыз. Қантты салып болған соң біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып, өзінің көлемін 2 есе ұлғайғанша миксермен әбден көтеріп алатын боламыз. Мінекей қарасаңыздар, біздің жұмыртқалы масса осындай әппақ болып көтерілді. Одан соң үстінен біздің қаймақты салатын боламыз. Қаймақтың проценті менде 20%. Одан соң өсімдік майын салып, тағда миксермен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің масса осындай қоюлы болып шығады. Ендігі кезекте біздің ұнмен қопсытқышты жақсылап араластырып алатын боламыз. Он мен қопсытқышты араластырып алдық. Ендігі кезекте барлығын електің көмегімен жақсылап елеп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жүрмейміз, екіге бөліп саламыз. Содан соң миксермен тағы да бір рет араластырып алатын боламыз. Құрметті достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген өте оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей біздің қамырымыз да дайын болды. Өте қою болып шығады. Ал енді біздің қамырымызды формаға салатын боламыз. Менде бұл форманың өлшемі 22 сантиметр. Міндетті түрде алдын ала біздің пешімізді қыздырып қоятын боламыз. 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен пирогты ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Мінекей біздің пирог дайын. Қараңыздар, өте сондай керемет жұмсақ және де өте биік болып көтеріліп шықты. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар.